Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен бірге қантты пирог жасаймыз. Бұл пирогтың дәмі тіл үйіреді, әрі арасы үлпілдек болып піседі. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, бізбен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнайды деген ойдамын. Ал ендеше пирогты жасауға кірісейік. Кесеге 100 грамм жылы сүт құямыз. Үстіне 1 ас қасық қант, 10 грамм ванилин және 250 грамм ұнның 50 граммын салып араластырамыз. Қолданылып жатқан сүт міндетті түрде жылы болуы керек. Ұнды жылы сүтпен араластырып болған соң, үстіне 1 шай қасық ашытқы саламыз. Жақсылап араластырып, кесенің бетін жауып, 5-10 минутқа жылы жерге қоямыз. Және де осы пирогқа қолданылатын бүкіл ингредиенттер бөлме температурасында болуы керек. Үлкендеу ыдысқа 2 жұмыртқаны шағып аламыз. Үстіне 50 грамм сармайды салып, жақсылап араластырамыз. Ашытқы міндетті түрде осы видеодағыдай көпіршіктеніп жақсы көтерілуі керек. Сонда ғана біздің жасап жатқан пирогымыз үлпілдек болып піседі. Дайын болған ашытқыны жұмыртқа мен сармай араластырылған ыдысқа саламыз. Жақсылап араластырып, қалған 200 грамм ұнды үстіне салып қамыр илейміз. Бірақ 250 граммнан аз немесе көп ұн жұмсауыңыз да мүмкін. Бұл сіз қолданған жұмыртқаның көлеміне байланысты. Ең бастысы, қамыр осы видеода көрсетілгендей қоюлықта болуы керек. Және де қамырды қолмен емес, қасықтың көмегімен араластырыңыз. Ыдыстың бетін жауып, 30-40 минутқа жылы жерге қоямыз. Тоңазытқыштан шыққан 70 грамм сармайға 100 грамм қант салып араластырамыз. Бізде осындай біркелкі масса шығуы керек. Дайын болған қант араластырылған сармайды қайтадан тоңазытқышқа салып қоямыз. Біздің кіп-кішкентай қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай осындай үлкен болып көтерілді. Дайын болған қамырды аздап араластырамыз. Диаметрі 23 сантиметрлі қалыптың астына пергамент қағазын төсеп, үстіне аздап ұн себеміз. Дайын болған қамырды қалыпқа саламыз. Қолымызда аздап ұнға малып, қамырды форманың көлеміне келтіріп, жайып шығамыз. Қолды майлап, қамырды жаюға болмайды. Қалыптың бетін жауып, 15-20 минутқа жылы жерге қоямыз. Біздің қамырымыз осылай көтеріліп шықты. Енді өсімдік майына бармағымызды батырып, қамырды видеода көрсетілгендей етіп тесіп шығамыз. Содан соң қант араластырылған сармайды қамырдың бетіне саламыз. 180 градус қызып тұрған духовкаға 20-25 минутқа қойып пісіреміз. Біздің пирогымыз да пісіп шықты. Енді 100-150 грамм аралығында
10% қаймақ құямыз. Пирогты қайтадан 5-10 минутқа духовкаға саламыз. Бізде осындай дәмі тіл үйіретін қантты пирогымыз дайын болды. Пирогты кеспестен бұрын міндетті түрде 10-15 минуттай бөлме температурасында суыту керек. Сұрақтарыңыз болса, немесе жасап көрсеңіздер, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.